Армысыз, қазақ елі. Қазақ халқының салт-дәстүр арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз қазақ халқының қазақ ғұрыптарының бірі дәуір айналдыру, дәуір жүргізу туралы айтатын боламыз. Арнамызға тіркеліп қолдай отырыңыздар, себебі әр қазағым білуі тиіс пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламыз. Дәуір айналдыру, дәуір жүргізу, ертеде қайтыс болған адамның жаназасы кезінде өлген адамның күнәсін жеңілдету, немесе күнәсінен арылту үшін жасалатын діни рәсім. Ел арасында бұл ғұрыпты дәуір жүргізу, мал-мүлік атау арқылы күнәсін екінші адамға аудару, дәуір көтеру, марқұмды күнәсінен арылту үшін Құран оқу, немесе Құран көтеру, дәуір ұстау, барлық күнәні молданың өз мойнына алуы, дәуір шақырту, күнәдан арылту үшін Құран оқыту, дәуіріне салу, марқұмның киімін таратуды, яғни ақыретіне салу дейді. Сқат әдетті ғұрып бойынша дәуір немесе пидия деп аталады. Ыбырай Алтынсаринның айтуынша, өлікті арулап жуып, жаназасын оқып көмгеннен кейін, оның киім-кешектері кедейлерге беріледі. Содан кейін молдаларға садақа үлестіріледі. Бұл садақа сқат деп аталады. Сқат қазақтардың түсінігі бойынша молдаларға шариғат заңы арқылы белгіленген төлеммен өлген адамның күнәсін сату деген сөз. Шариғат бойынша сқат өлген адамның тірі күнінде, балиғатқа жеткен кезінен бастап, күніне 5 рет оқылатын намаздың оқылмай қалған қазалар үшін, және Рамазан айын оразасыз өткізген үшін Құдай жолы түрінде кедейлерге берілуі тиіс. Шариғат бойынша өлген адамның тірі кезіндегі әрбір күніне 30 қадақ бидайдан, ал Рамазан айының әрбір күніне 35 қадақ бидайдан небәрі 365 күнге 277 пұт 20 қадақ бидай сқат берілуі керек. Бұл бидай жергілікті баға бойынша ақшаға шағылады. Ақша малға аударылады, мал келіп молдаларға үлестіріледі. Сқат беруге марқұмның артында қалған адамдардың мал мүлкі жетпейтін болса да, молдалар діни талапқа сай сқат алуды. Бірақ шариғат бойынша өлген адамның күнәсін көтеру, яғни өлік басында көтердің бе? Көтердім деп уәде беру міндеті молдаларға жүктелмеген. Мұндай сөздерді молдаларға қазақтардың өздері айтқызады. Ыбырай Алтынсаринның баяндауынша, сқат алудың келесі жолы былай орындалған: өліктің бір жағында басына таман, оның баласы немесе туысқаны отырады, ал екінші жағында қолына Құран алып молда отырады. Сонан өлген адам балиғатқа жеткеннен бері күйлі адамның балаларын 13 жастан, кедейлердің балаларын 15 жастан бастап есептегенде неше жас жасаған болса, өлген адамның туысқаны молдаға Құранды өліксінен сонша рет беріп, әкемнің, ағамның, не сондай бір туысқанымның күнәсін қабыл етесің бе деп сұрақ қойып отырады. Молда Құранды ала беріп, қабыл еттім деп жауап қайырып отырады. Ибрагимов дәуір айналдыруды былай деп сипаттады: марқұмды зиратқа апарар алдында киіз үйден шығарып, молда оған барлығы бір дауыстан ол жақсы адам еді деп жауап береді. Бұл рәсім аяқталғаннан кейін марқұмның ең жақын туыстарының бірі марқұмның тұрмыс жағдайына қарай түйе, сүйікті атын немесе қандай да бір малды әкеліп, шылбырын өліктің үстіне тастап, жерлеуге шақырылған молдадан немесе қожадан марқұмның 12 жастан осы уақытқа дейін келген жасын атап, жасаған күнәларын өзіне алама деп сұрайды. Мұндай сұрақты ол 3 рет қайталайды. Молданың тарапынан жауап мақұлданады. Сонда туысқандары өлікке тасталған шылбырды алып, малды молдаға береді. Алтынсарин мен Ибрагимовтың жазбаларын салыстыра сараласақ, оңтүстік пен батыс қазақтары арасында дәуір айналдыру немесе дәуір жүргізудің аймақтық ерекшелігі болғанын, төңкеріске дейінгі ғылыми әдебиеттерді негізге алатын болсақ, дәуір айналдыру ислам дініне дейін пайда болған. Кейінгі кезеңде марқұмның күнәсін өтеу шариғатқа жатпайды деп ресми діни қауым тарапынан жауап болған.